Қайырлы күн достар, сіздермен осындай керемет болып шығатын үй жағдайында сарымсақтан жасалатын соустың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецепттерімді жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Үнемі рецепттер шығып тұрады. Гриль, сырные палочки, чикен, крылышко сияқты тағамдарға өте керемет соус жасап көрсеңіздер болады. Бізге осындай заттар керек болады. 3-4 ас қасық майонез, мөлшеріне азайтып я көбейтсеңіздер болады. 2 ас қасық майонез салсаңыздар, 2 ас қасық қаймақ салуларыңызға болады. Көбейтіп я азайтуға болады. 3-4 ас қасық осындай қаймақ салдым мен, кез келген 15-20%. бір үлкен сарымсақ алдым. Кішкентай орташа болса 2 сарымсақ алсаңыздар болады. Өте көп сарымсақ қолдана берсеңіздер де қатты сарымсақтың дәмі шығып кетеді. Осылай майдалап турап алдым мен. Осылай турап саламыз. Укроп алдым шамалы. Осылай майдалап турап алып саламыз бетіне. Шамалы тұз саламыз. Қара бұрыш салуларыңызға болады, бірақ мен өзім салған жоқпын. Негізі қара бұрышпен жасаса бір түрлі сияқты. Өзіме укроп пен сарымсақтың өзі жақсы болды. Сарымсақпен. Шамалы сүт қосамыз. Қарап тұрып былғап аласыздар. Менің каналыма достар тіркеліп кетіңіздер. Кез келген соустарға қолдана берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.